Мажар жастары Астанада өтетін көшпенділер ойынына соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. 8 қатысушы асық ату, тоғызқұмалақтан дүбірлі додада бақ сынап, 100-ден жүйрік шығудан үмітті. Студент жастардан құралған мажарстандық командада кәсіби спортшы жоқ. Бәрі әуесқой спортшылар. Мажарларға қазақтың ұлттық ойындарын үйреткен жерлесіміз Жанаргүл Бақтыгерейқызы отбасылық жағдайына байланысты Будапештте тұратын қандасымыз жақында мажар, қазақ мәдени ұйымын ашып, шетелдіктерге қазақтың мәдениеті мен дәстүрін кеңінен насихаттап жүр. Біздің мақсатымыз осы ата-бабамыздан қалған құндылықтарымызды шетелде жүрсек те ұмытпайық. Одан әрі дәріптейік деген ниетпен осы ойындарды үйретіп жатырмын. Көшпенділер ойыннан келгеннен кейін осы жерде біз осы асық ойын, тоғызқұмалақ ойындарынан федерация ашып, одан әрі жоғары дәрежеде дамытпақ ойымыз бар.